Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сәуле ауылды кітапханашысы Смағұлова Меруерт. Қазақ халқының бір хандыққа біріктіріп, қазақ мемлекетінің іргетасын қалаған Абылай хан. Абылай 300-дің басын қосқан данышпан хан. Алып мемлекетіміздің аузын іріктірмей, елін сақтап қалған кемеңгер дипломат, жаумен айқаста жеңістің жолын таба білген көреген қолбасшы. Хан қазақ халқының тар жол тайғақ кешуінде талайын аман алып қалады. Қазақ тарихында өшпес орны бар Абылай ханды асқақтатуымыз керек. Егеменді ел болып, тәуелсіздігіміздің көк байрағы желбіреткен шақта, біз тамыры тереңде жатқан тарихымызды өзімізге, өзгелерге де танытуымыз тиіс. Бүгінгі іс-шарамыз 300-дің басын біріктіріп, халқымызды тоз-тоз болудан, елімізді ыдыраудан сақтап қалу үшін жан қиярлықпен күресе білген батыр бабамыз Абылай ханға арналады. Сол қазақ халқының тағдыры талауға түскен кезде елін, жерін жаудан қорғап азат еткен, қазақты қазақ болып қалудан зор үлес қосқан бабаларымыз қазақ халқының ханы Абылай хан. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.